классика, у меня паника, жүрегім толған романтика. Тебя вижу в клубе вновь, нас соблазнила злая ночь. Сөзім аузымда, махаббатмен келме менің қасыма. Поедем в клубе, качаем сегодня мы в натуре. Бүгін шешем келген болатын, бірге қаттама істеп беріп жатыр. Бағдарлама басында қайта кетейін, Еще бүгін тоқаш пісірген болатынмын. Сивиздің қазір көңіл күйі. Мен келді ғой, нешетір адамдар бәрі айтып, бұндай жол апатынан тұрып алу мүмкін емес дейді. Біз столдың бәрін жайнақтық, қуырдақ істеді дүйсем. Көп рахмет. Мен далап тұрып қамсырды. Отырыңдар. Амырай, Салатты ал дедім ғой бағана Назарбек әзір. Осы салат күшті мазмұнда. Басқа салатты алудың қажеті жоқ. Бетті қуаныш шығарып қойдың, иә? Дише, саттың іші кіріп кеткен дейсің ғой. Қазір көкті уже көкті. Соны айтпай жатырмыз ғой. Көктіңді көп жеп қойдыңыз шығар. Не етіп кеттің екеуі? Назарбек тұрдан әжет жинап сөйлегенде. Іште жинап қойдың, өзім жинап қойдың. Кет деп тұрсың ғой, иә? Әдейісің. Бірақ өштірмайынша шықпайын деп тұрсың. Өз еркісімен тұрса ғана. Әлгі жазында бірақ тұрған ба? Әлгі тастап кетейік онда. Тастайын. Түнмен сүтін беріп, памперске кигізбесең. Мәшік беріп дейсің. Мәшік бересің, еще памперске кигізбесең тосып қаласың. Үйде дүйшелерімді, ағаларымды шығарып салдым. Үйді жинап, ыдыс-аяқтарды жуып біттім. Енді қазір мен сабақ қарап жатырмын. Жазуларды жазып, потом ертең оқитындарды оқып шығамын. Менде қазір әлеуметтану, осындай үлкен кітап. Осы әлеуметтануды қазір ғана бастадым, және де менде влог көріп жатырмын. Яқта менде дәптерлерім. Осы жолғы менде дәптерлерім аздау. Осындай сосын көбінесе менде кейбір сабақтарда осындай жұқа дәптер арнайы салдым. Себебі мен бірінші семестрде 90 дәптер арнаған болатын, бірақ оны жартылар қалып қалды. Осылар жартылай қалғаннан кейін мен бұларды қойып қойдым.